қазір тыныш жігіт жөнінде болар едім, бірақ қызымды ұйықтатып жатырмын дәл қазір. Сонда да обещать еткесін түсіру керек. CapCut программасына кіреміз. Кәдімгідей новый проект басамыз. Мына жерде мен сіздерге сосын шаблондарын беремін. Видео, анимация. Мысалы осындай шаблон беремін сіздерге. Добавить басамыз. Потом өлеңін алып тастаймыз. Добавить басқасын. Енді бізге текст жазу керек болады. Егер мына жерге рамка қолданамын дейтін болсаңыздар, қандай да бір нәрсені қолданатын болсақ, наложениені басамыз да, добавить наложениені басамыз. Фото. Так. Мына жерде қазір келмейді. Бізге келетін фон керек. Либо мінекей мысалы осыны алайық. Добавить. Либо мынаны қазір кәдімгі Google-да білесіздер, мен сізге постоянно айтам. Убрать фон дегенді басамыз. Удаление фона изображения. Загрузить. Так, выбирать. Мына жерде қазір галереямызда тойғыздар болып кетті. Мен десет нашар болып жатыр. Качественный фондармен жасағасын галереяда десет қуып жатыр. Загрузить етіп қалады көп нәрсені. Так. Мына жерде жаңа кольцомызды алып, либо мына кольцоны кесе алайық. Пока что керек. Енді жаңағы CapCut программамызға кіреміз. Мынаны алып тастай қояйық. Удалить. Добавить наложение. Жаңа жасаған. Фонын алып тастаған. Қоямыз кольцоны. Енді осыған жазамыз. Так, текст. Значит, текст. Добавить текст. Мен уже наложением поделить. Ой, в общем, осылай келеді. Біреуін тартып тастайық, мен екі рет қойып. Осылай келеді. И добавить текст. Басамыз. Алмаз.
десек болады. Жұлдыз. Так, мына жерде стиль. Жұлдыз қызылды таңдай қояйық. Эффект. Тоже жолттармен таңдаған жақсы көремін. Жолттар мен жақсы көретін эффект бар еді осында. Хорошо, осыны таңдай қояйық. Жұлдыз. Шрифтті өзгертуге болады. Алдағы уақытта сіздерге шрифтті енгізуді үйретемін. Тоже қазақша шрифтті. Вот, осылай болды. Анимациясын ұстап таңдап алайық. Давайте осыны таңдайық. Қай жерде қалған дұрыс екен? Жазықтың ішіне қоя берейік те. Кішкентай болып қалды себебі. Хорошо. Жүзікті сәл үлкейту керек еді. Енді хорошо кетті енді. Үш жерге келеді. Үш жерге келеді, аяқталады. Енді тағы да мына жерден наложение, добавить наложение тағы да таңдасақ болады. Так, енді мынадай фон таңдаймыз. Добавить. Клипарттарды білесіз, бізде бар.
фантазияңызға қарай жасайсыз. Маған осы шрифттің өзі ұнап тұр. Бірақ шрифтіміз анимация тоже керек. Так, мына жерде осыны таңдадық. Дальше кетеміз. Так, басынан алма жұлдыз, құрметті қонақтар. Так, енді тоже наложение. Енді өздеріңізге байланысты не таңдаймын. Либо этикеткалар таңдауға болады. Мындай мен сіздерге жіберіп қоямын ғой фондарды да. Фондарды таңдауға болады. Мен көбіне мындайларды таңдағым келіп тұр, себебі кішкене скромно жасап. Артындағы фон ақ және жүректер айналып тұрғасын. Осындай фонды таңдағым келіп тұр. Енді жазамыз. Так, текст добавить. Болатын орны. Хабар орны. Мейрамханасы. Сағат 18:00. Так, мынаған стильді, эффектті басқаша таңдау керек. Более нежный көрінетін эффект керек сияқты. Стильный какой-то стиль. Эффект. Шрифтті өзгерту керек сияқты. Русскийден алсақ болады. Себебі андағы жерде қазақша шрифт ғы деген әріп жоқ.
кетемін мен алдағы уақытта. Более нормально шықсын деп тырысып жатқаным қазір. Что-то дұрыс жай таппай отырмын. Негізі алу керек еді. Түтін иісі де алып қалды. Тағы да жазамыз. Той иелері. Марат, Кәусар, салайық. Маған жақшы. Русскийдан. Ал енді мына жерде тұр. Ұзақ болғандықтан сендердің жаздарыңыз толып қалса, уже бітсеңіздер, мынаны бүйтіп бас жеріп кесіп тастай аласыздар. Лишнийді алып тастаймыз. Көп видео қылып береді. Құрсын жақындамай кеттім ба не? Мен алып тастаймыз. Туф. Осының барлығына мұқият қараңыздар, қыздар. Сонда видеоларыңыз качественно шығады. Жақындадық.
жерде CapCut деген турат, соңында удалить етіп жібересіздер соңындағысын. Сосын сіздерге плюс стикер дегенді бассаңыздар, осындай жүрек заттар шығады. Стикерлерді мынадай жерлерге қойып жүрсеңіздер болады. Енді қараймыз. Неге осылай шықты? Вот анимациялармен жұмыс жасауды да үйреттім. Дальше музыка қоямыз. Музыка ұмытып кеттік. Мынаны бассаңыздар звукқа бассаңыздар шығады. Нежно өлеңдерді тыңдаймыз. Сохранить етіп болғанша экранды өшірмейміз.